Құдайға шүкір, ағамның 7 жыл дегенде көз ашылған екен ғой, дұрыс болды. Не тамақ істесеңіз тамақты қатырмайсыз, не үйді дұрыс жинамайсыз. Өткенде анау кір жуған кезде ақ пен қызылды қосып жіберіп, киіміміздің бәрін розовыйға жіберіп, жүрісіміз мынау. Дұрыс болды. Орыстарда жақсы сөз бар, лучше поздно, чем никогда деген. Ертең жаңа үйге, жаңа жеңшеммен кіреміз ғой, Құдай қаласа. Сен не айтып отырсың? Не айтып жатқаныңыз? Сіз төркінге кетіп бара жатқан жоқсыз ба не? Қайдағы төркін? Келесі апта апам туған күні соған сыйлық алып, абысырға наумынап алып, мені ауылға бержери деп шықтым. Деп мұқан жеңшесін айтқан десем өтпейді? Сен қандай нені айтып жүрсің, а? Мысалы қазір ойнап айттық қой, жеңше, ойнап айттық қой. Қымыз қалай екен? Күшті ма? Әй, Сағираш, бәрі аман есен бе әйтеуір өзіңде? Аяқ астынан келдің де. Күйеу баламен бәрі жақсы ма, дұрыс па? Жақсы. Менде сәл дұрыс болмай тұр, Сағираш. Соң кездер ана ағаң бар ғой, аше үйге қонбай жүр. Жеңеше, менде бір күшті идея бар. Былай істеңіз, әдемі болып боянып алыңыз, ағам келген кезде бар ғой. Әй, кететін әйеліңе кете бер. Енді сен маған керек жоқсың деп шығар жүрсеңіз бар ғой. Ойбай, кетіп қалсашы? Кетпейді. Есіктің алдына шығады да, неге мен Күлбаштың айтқанын істеуім керек деп, қайтып үйге кіріп жатып алады. Кеше мен сөйтіп істедім ғой. Сөйтіп істедің? Результаты қалай енді? Көрініп тұр результат. Нағып аяқ астынан кеп қалды деймін ғой сен. Әй, негізі бар ғой, қыз ау, бүйту керек. Күйеуді былай ұстау керек. Ал баратын қыз келіншектерің ба, қайда барсаң өзің біл, сен енді маған керек жоқсың. Не бүйтіп қалдың? Немнеге мен кетіретін болып қалдым? Тура бір құлды азат еткендей маған керек жоқсың деп. Тоқта сен. Мені құртып, мына жерге үйге біреу шақырып алмақшысың ғой сен? Немнеге боянып аласың сен? Немнеге? Боянып алып, мені құртып жіберіп біреу нерде шақырып? Мә кетемін. Не болды, жеңше нағып жылап тұрсыз? Қуып жерді ағаң. Немнеге қуып жіберді? Неменеге не, мен сенің кесірің ғой? Айттым, мен сізге қатты боянбаңыз дедім ғой. Кетші бар. Менде жеңше, күшті бір идея бар. Кетші идея. Ой, қызым, қалайсың? Жағдайларың жақсы ма? Жаным, алтыным, өзің қалайсың? Күшті. Күйеу бала қайда? Күйеу балаңыз қойшы соны, ұрсып қалдым ол мен. Неге ұрыстың? Боянау. Неғып бояндың дейді, боянбасам немене боянбадың дейді ма сондай? Мен бе боянып, айтқан істеп жүрмейсің ба соның? Сен де боянба десе боянба. Не жүрсің мұнан тылтаң етіп, көйлегіңді кейде орамалыңды тақта, қайт үйіңе бар. Шай ішіп алайшы. Ішпейсің шайды, үйіңе бар іш. Кірмейсің бе, кет бар, су шашам үстіне. Қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман деп. Бердік па? Кету керек қой. Тапсырдық қой соларға. Жеңше, нағып жырғылдап тұрсыздар, дайындалмайсыздар ма егізіле бізге? Дайындалып отыр қой. Өткендей де бой ма? Жоқ, біз бой емес, бұл жолы актерский. Айтшы, анекдот қылсақ, айтшы. Бір кісі тойда 29-шы этажда пианиномен өлең айтам депті. Тоқтаңыз, қай жер күлкілі 29-шы? Тыңдасай, 29-шы этаж суда. Сөйтіп бірінші этаждан 29-шы этажға пианиноны әкелмей ма? Қызық жері, тоқта, айтшы. Сөйтсе, ол құдасы пианино тартпайды екен. Ол бүйтіп сүйеніп айтады екен да? Болды, түсіндім. Жүріңіздер. Не болды? Түсіндім сіздерді. Кіре беріңіздер. Не болды? Жоқ, түсіндім жеңше. Түсінбедің сен? Жоқ, түсіндім сіздер. Қалай еді? Той. Не істеп тұрсың? 4 ай карантинде тойдағы ән салатын стойкамды ұмытып қалдым. Мынандай ме еді? Той, жайна той мені. Ол Заттыбек қой? Ол Заттыбектікі. Ношу той, жайна той. Мынау енді Нұрлан Еспанов, оны ешкіммен шатастырамайсың енді. Мен қалмай ма? Жоқ, сен не қыласың оны? Не күйіп пісіп стойкілеріңді іздеп жүрсіңдер? Болды ғой, той болмайды, әлі сенбей жүрсіңдер ма? Президенттің өзі айтты ғой, той қуалайтын емес, ой қуалайтын заман келді деді. Сондықтан тойдың стойкісі емес, мына ойдың стойкісін ойлаңдар. Давай, сенбей жүр ғой бар әлі. Алтынбек, айтпақшы, сенің стойкың былай ғой, білесің ба? Барды қарашы, мынандай не қылып отты.
күшті екен. О, Жұлдыз, сәлем. О, сәлеметсіз. Сіздің оқырмандарыңыз екен. Сіздің оқырмандарыңызбыз ғой. Мен сіздер көрген Сіздің вайндарыңызды күнде көреміз. Осы сіздерді көрсем бар ғой, 100-100 көрсем, осы бір көкейде жүрген сұрақ бар. Иә, сұраңыз. Осы мен аз кеттім да кейін кезде. Иә. Сол азған кезде маған бәрі неге аздыңыз, сізге толық болып жүрген жарасады, түріңіз жаман болып кетті деді. Жоқ. Сен толып ем, немене шошқадай толып кеткенсің, сізге азған жарасады дейді. Осы вообще сіздерге не ұнайды өзі? Жазбайды. Сіз өзіңіз лично ұнайсыз, білмеймін енді. Вообще Бәрі жазбаймыз жазады ондай сізге, комментарий. білмеймін. Мүмкін басқа біреулер жазатын шығар. Рахмет. Просто көңіліме алып қаламын да мен. Алмаңыз, Рахмет. бәрі рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Алыңыз телефоныңызды. Жазыңыз. Комментарий видеосын Не астына жазамын? жазыңызшы. Біз жазбаймыз. Ашыңызшы видеоны. Не деп жазамын? Несі кішкене боянып әдемі болып жүрсе болады ғой. Иә, точно. Әдемі. Не істеп отырсыз жеңше? Айран сыртына хат жазып отырсыз ба? Қайдағы хат? Өткенде қызыммен Астанаға барғам. Аха. Содан ана нәтиже деген бар екен ғой. Иә. Соның айран сүтін ішіп, ана балмұздағын жеп ек. Енді Алматыға келіп алып соны тауып бер дейді. Басқасын ішпеймін деп. Мен оны қайдан табамын, Алматыда жоқ қой. Сосын да кәдімгі айранды алдым да, сыртын қаптап, нәтиже деп жазып отырмын. Ой, оның сыртына нәтиже дегенмен іші бәрі нәтиженікіндей болмайды ғой. Мысалы мен да маңдайыма әбеке деп жазып мен Әбунасыр Серіков болмаймын ғой, дұрыс па? Сіз қатырасыз бар ғой, что-то қуайын дедіңіз сіз. Не қатырасыз? Ой, не істеймін? Жоқ, мына нәтижеде қызық бар ғой. Алматыда бір точка ашуға болады ғой, бір точка ашсаңдар болады ғой, нәтиже! Деп барып айтсам, нәтиже шығар ма екен, Неғып не берейін деп жатсың? Мына кітап. Католик бара берші, іштенге бара берші, біз өзіміз сөйлесіп. Айтпа беркеш. Мынандай кітап қой мына. Мына бақытты сен алшы. Мына ақшаны сен алып оқы. Мынау ақша деген Бақыттың ғой, ақшаны алам. Давай, бопты, баршы. Маған енді ақша керек қой енді. Ақша болғаннан кейін бақытты боласың ба? Ақшаны да, бақытты да алам. Баршы, риза болшы. Жұлдызай, мен не болдым сонда? Бір мынауда бір жүрмейтін жерде жүріп ал. Қой берші, мен саған Жоқ, қаяқтан ғана жетіп келді. парақшасын қалдырам, содан аласың қазір. Төші жібересің ғой, Жіберем қазір. Болды. Не келдік мына жерге? Неменеге келдік? Мына жерге келесі жылы арбуз егеміз. Көрдің ба? Қарашы. Ой, қойыңызшы сіз. Ой, қойыңызшы емес, қалада жатып алып, ештеңе істемейсің, айналайын. Қалада жатсаң да ағарып атқаның шамалы ғой сенің. Одан да мына жерге келіп арбуз егіп, қап-қара болып жүргенің жақсы ғой. Сүгізі сылтау болады, не үшін қарап кеттің десе арбуз ектім деп айтам, Вообще ұят жоқ бар ғой. Сөйтіп айтасың, жүрші.